қымбат жанның бірі ұстаз екен. Өйткені шәкіртінің көкірек көзін ашып, дүниетанымын кеңейтіп, қиялға қанат қақтырады. Ұстаз еңбегі ұлы еңбек. Сондықтан да ұлы ақын Абайдың ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуде балаға деп айтуында терең ой жатыр. Ал олай болса, келесі өлең жолдарын ұстаздарымызға арнаймыз. Ұжымда бастап жүретін директоры мектептің, қыр-сырын нақты білетін директоры бұл мектептің. Мектебіміздің директоры Еркін Сұлтановқа мың алғыс. Біз ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған сәтімізде даярлық сыныбына келдік. Сол кезде басымыздан сипап, қалам ұстатып, партаға түзу отыруды үйреткен Толқын мен Райгүл апайға басымызды иеміз. Жүз жасаңыздар, тағы көптеген шәкірттер шығара беріңіздер. Сіздерге бізден мың алғыс. Әлі есімде мектепте келгеніміз, сыныпқа енгеніміз, жазған шақта таңырқап тұрған шақта өзім болдым ұстазым сенгеніміз. Алғашқы ұстазымызға Ләззат Шақиева апайымызға мың алғыс. Жұлдыз апайымыздың көңілі өте көркем, ашық жарқын жандарын қашан көрсе, барлық жандар осындай болса екен. Ұстазымыз Құралай мен Сәуле мұғалімге мың алғыс. Еңбек етсең ерінбе, жалқаулыққа жеңілме. Спорт тәннің жемісі, сүйіп алғын көңілге. Ең бастысы айтарым, қиындыққа жеңілме деп үйреткен Баян апайыма мың алғыс. Орыс тіліне қалмаймыз, бұл пәннің арқасында біз орыста сайраймыз. Бізге орысты үйреткен Толқын менен Гүлдана апай мұғалімге мың алғыс. Нұрданы да үйреті, жаулап алаш жүректі әнмен күйге бөледі. Көзіне күнде нұр ойнап, ұстазымыз Айнұр мұғалімге мың алғыс.